Экономикам құлдырап барат, не істейм? Жерім бай, ал халқым кедей. Бәрімізде сондай боп тұр. Ақшамыз таусылды, не істейміз? Қазақстан, анау опыты бар елдерден сұрап көрейік та. Мен Ресейге барып жұмыс істеймін. Ато ақшам жоқ, таусылды, болды, бітті. Құмаш Ресейге барған ес? Ресей дегенің экономикасы төмендеп жатса да, ары бері секеңдеп ойнап жүр ғой. Мая, Сауд Арабияның экономикасын қарасаңдаршы. Жап-жасыл ойы, күшті дамып жатыр ғой. Ассалаумағалейкум, араб досым, қалайсың? Альхамдулилля, өздерің қалайсыңдар? Ақшаның бәрін қайдан тауып жатсың? Сендер не естімедіңдер ме? Игра в кальмари деген ойын бар ғой. Аман қалсаң болды. Ақшаның астына көмілесіңдер. Мен ақшаның бәрін содан алып отқан жоқпын ба? Жоттан, жігіттер ойнаймыз ба? Игра в кальмари деген осы жер ма? Білмеймін, теке, сонда шығар. Бірақ күшті жер екен, маған ұнап тұр. Қойшы, қорқынышты ғой мынау, қарасайшы. Қойшы, қайтайықшы. Қумаш, сонша жерден ат терлетіп келіп отырмыз. Ойнаймыз болды. Вау! Ана жер күшті ғой. Бәрімізге көрпе-сақ қойыпты ғой. Ең шетіне мен жатам. Құдай самасын. Япония, ертеңгі ойында сен мені лақтырып кетпе. Екеуміз жақын халық емеспіз ба? Мақұл ма? Бұл? Мұны ұтсаң да, ұтылсаң да үйге бармайсың ғой. Бұл ойында чай менен самса бар ма, жоқ па? Ал домалақ елдер, игра в кальмари ойынына қош келдіңіздер. Бүгін жақсылап тамақтанып, ертеңгі ойынға дайын отырыңыздар. Ертеңгі ойын куклаға көрінбеу деп аталады. Егер кукла ән айтқан кезде барынша жүгіресіздер, егер кукла қарап қалған кезде ешқандай да қимылдамайсыздар. Егер қимылдап қалсаңыздар, ондай жағдайларыңыз қиын болады. Алдымен тамақтанып алыңыздар. Күшті ғой мынау. Жақсы екен, жақсы дайындалыпты. Рахмет, не тамақ мынау, каша ма? Маған каша алып келген емес, бургер алып келмейсіңдер ма? Мен қалай жеймін мынаны? Кашаның орнына 5 бармақ алып келгенде, түх шіркін. Жоқ, палау дұрыс қой, палау. Қандай палау досым? 5 бармақ тұрғанда. Мен де соны айтам. 5 бармақ. Палауда 5 бармағы да құрысын. 100 грамм болғанда ғой. Досым, Құдай самасын. Харам ғой, соны да білмейді. Қандай ас болса да берген асқа рахмет айтыңыздар. Ал ертеңгі күнге сәттілік, сау болыңыздар. Досым, алдыңа қараш, алдыңа. Негізі күшті ұйымдастырды мына жарысты. Күшті ғой, маған ұнады. Қойшы, бәрібір біз сияқты биік ғимараттар саламайды ғой. Ал керек болса, мына ойын қызық болайын деп тұр ғой. Финишке мен бірінші жететін шығармын. Жігіттер, мен бұл ойынды бұрын ойнағанмын. Есіме түсіп отыр. Біздің елде бұл ойын жыл сайын болады. Әр жылы мыңдаған ойыншы қатысып, тек біреуі ғана тірі қалады. Қалғандары жоғалып кетеді, білесіңдер ма? Oyuncular, hoş geldinizdir. Bugün bir kışta көңіл көтеріп күн болатын сияқты. Бүгінгі ойынның атауы әнші кукла деп аталады. Егер мен ән айтқанда сіздерге қимылдауға рұқсат, ал мен тыныш тұрғанда сіздер де қысылып тыныш тұрасыздар.
Ендеше ойынды бастайық. Бірінші ән. Барасылым қимасын, жанашырым тарасырым, тұптанып қарашығым, сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой. Сағынғанда ақмаржан, сағынғанда ақмаржан, далашығым. Eno әнді жібереді екен, бір билей болсақ та нормально сияқты ғой. Иә. Сөйлемеңдер екеуің. Қай өлесіңдер де кетесіңдер. Одан да қимылдаңдар алға қарай. Ойбай, не болды соншама беріліп ойынға. Бір жан тапсырайын деп жатқан адам ұқсап. Қой, бірақ шынымен де жылжиық кішкене. Жұрттың бәрі алға кетіп қалды ғой. Иә, кеттік. Екінші ән. Қиял қанша ерте елес түнген қыз арманым, кез боп келсем ертелі кеш сенен көзді алмадым. Өзгені емес, өзіңді ойлап жүдедім. Қимылдасам не болады екен? Ойбай. Ойбай, адам өлтіріп жатыр. Қайтамыз біз. Тоқтаңдар. Бәрібір ешқайсың тірі қалмайсыңдар бұл жерден. Одан да ойынды бітіріп, бәріміз жеңіп шығайық. Үшінші ән. Ал жүріңдер. Еріңдер менің артымнан. Үрбиба, ұнайма үрбиба, ұнайма үрбиба, ұнайма үрбиба. Жарайды, ешкім қимылдамады. Келесі ән. Жабырқап тұрғаныңда, мұңдауен ырғағыңда, біз жайлы түн жарымда ойланасың ба? Жауапсыз ажауында, жан болмай жан жағыңда. Болды, тоқта. Қимылдама болды. Досым, сен біраз еліктің ғой, қатты жүгіресің, маған көмектесші финишқа жетуге. Болды, мен Неймармын ғой. Кел, мәссаған. Ура, мен жеңіске жеттім, бірінші болып. Ой, досым, маған көмектесші, а? Мана кішкентай сыйлығым болсын саған. Маған финишқа жетуге көмектесші құрсын, мақұл ма? Но екеуміздің сөйлескенімізді ешкім білмесін, иә ма? Ендеше, бесінші ән. Самал жел саябақ, қошағым мен үшін, есейіп кетсем де, мен саған сәбимін. Ей, Қазақстан, давай, ілгер! Көзіңнен таниман. Ой, хоппа, ойбай қаштық. Ойбай. Өлейін деп қалғансың ғой, ойбай жүрегім. Өлуге деген уақыт жоқ қой біздің қазақтарға. Құрсын достар, тіркеліңдер. Ойбай, сұмдық.